урока. CIS-ті сіздерге жібердім. Барлықтарыңыз WhatsApp-тарыңыз бір қарап шығыңыздар. WhatsApp-та CIS 505 деген бар. Соны ашасыздар. Ішінде екі файл бар. Екі файлдың біреуі установочный, біреуі папка с файлами. Осы установочныйды ашу керек. Установочныйға екі рет басасыздар. Бірге қарап отырыңыздар, әріптестер. Оны өздеріңіздің компьютерларыңызда жасау керексіздер. CIS 505 welcome деп, добро пожаловать деп шықты. Next деген келесі деген сөз. И мына жерде я принимаю, I accept дегенге басасыздар. Программа файлы қай жерге сақтайсыздар? Давайте бұны CIS. Мен просто көп CIS-тер ашып тастадым. Ішінде бұның атын басқаша қылу керек. Курс па еді? Жоқ. Қараша CIS 11, CIS 11 дейік. CIS 11-ші ай деген сөз. CIS 11. Дальше. Папканың атауы CIS 11. Окей. Дальше. Новый CIS ашайын ба дейді. Да. SSL сертификат қажет пе? Қажет емес. Можно без, можно с. Дальше. 80-ші порт номерді алайын ба дейді. Да. Competition name. Жарыстың атауы. Бұл жерге World Skills, Қазақстан 20-25 дейік. World Skills, Қазақстан 20-25. Келесі астына барған кезде ештеңе удалять етпеңіздер. Мына сызық жолды қалдырыңыздар. Пробел басып қойып жүрмеңіздер. Сразу сызықшадан кейін CIS 11. 11-ші ай деген сөз. И мына жаққа National деген таңдайсыздар, республикалық. И username-ға админ. База данықтың администраторы. Админ. Парольді тағы бір рет жазамыз. Админ. Дальше. Енді жалпы бағанағы бізде база данықтың логин паролі болды. Қазір бізде CIS-тің логин паролі. Кешірім сұраймын. CIS-тің логин паролінде дәл солай. Админ. Үш рет админ деп жазылып тұрады. Дальше. Болды, işte установкам басталады. Көрейін установкам. Процессинг деген, енді установка жүріп жатыр. Мына жерде блокировать дегенге баспайсыздар. Разрешить. Дальше. Болды. Осымен мен көрдіңіздер ме? 5-ақ минутта программаны орнатуды үйрендім. Сіздер де осы программаны дәл осылай жасап орнатып көріңіздер. Енді осыны қалай запускать етеміз? Қайтадан. Бағанағы қай жерде сақтады? Кім қарап отырды менімен бірге? Жарайды, сіздер енді видеоны тағы да өздеріңіз мұқият қарайсыздар ғой. Мен локальный диск C деген жерде сақтадым. Бұл жерде программ файлсқа кіремін. CIS. Жоқ, CIS 11 ғой менікі. CIS 11. Бұл жерде стартап деген бар. Стартап бір көк файл. Басам екі рет. Қара экран шығады. Қара экранда қазір жазу шығады. Разрешить. Қара экранда жазу шықты. CIS 11. Болды, әріптестер. Мынаны копировать етіп аламын. Аламын да браузерге қоямын. CIS 11. Админ. Логин паролім админ. Әріптестер, толықтай бізде CIS-іміз жұмыс жасап тұр. CIS-ке мен толықтай кірдім. WordSkills Қазақстан 20-25, сіздердің көздеріңізше ашқан. Осындай мен қазір сіздерге администратор болып кіріп тұрмын. Қазір мен енді сіздерден менімен бірге жасап жатыр деп ойлаймын. Бірақ енді уақытымыз көп құртпау үшін мен өзім қазір қалай функциялардың бәрін жасап көрсетемін. Сіздер өздеріңіз қайталап көресіздер. Бірінші, не жасау керекпіз біз? Системнің ішінде
User groupsқа кіріңіздерші. Бізде үш адам бар екен. Админ деген бар екен, эксперт деген бар екен, скилл менеджмент тим деген бар екен. Үш адам. Администратор ол барлығын қолданатын, барлығын басқаратын адам. Эксперт деген ол тек қана кіріп бал қойып шығатын адам. Скилл менеджмент тим деген ол главный эксперттер, осы бағанағы басқару тобы, ұйымдастыру тобы. Білесіздер ғой, главный эксперт, заң главный эксперт, алаң менеджері, басқа төраға, осы төртеуі скилл менеджмент тимға жатады. Бірақ алаң менеджері мына CIS-ке кірмейді, CIS-ке тек қана кіретін главный эксперт пен заң главный эксперт. Даже заң главный эксперт кірмей қойса болады. Тек қана главный эксперт кірсе болады. Келесі бұл жерге біз бірінші 5 зат жасау керекпіз. Мен қазір осы 5 саусағым сияқты 5 зат жасау керекпіз. Бірінші біз құзыреттілікті қосу керекпіз. Құзыреттілік бізде skills деген сөз. Skills-қа басасыздар. Жасыл кнопкаға new-ға басасыздар. 0.1 десіздер. И қандай құзыреттілік? Графикалық дизайн. Графикалық дизайн. Сіздер алдында менімен бірге жасаған графикалық дизайн. Графикалық дизайнды жаздым. Официальный сақтау. Болды. Мен бірінші осы 5 зат жасау керекпіз дедік қой. 5 заттың біреуін жасадым. Құзыреттілікті қостым. Келесі шарт, екінші қадам. Біз member дегенге кіреміз. Memberға біз қатысушы колледждарды кіргізу керекпіз, қатысушы облыстарды. Біз қазір World Skills Қазақстан өткізіп жатырмыз ғой 25-ші жылға. Значит, давайте облыстарды қосайық. Кем дегенде 6 облыс қосу керекпіз. Бір, жоқ, давайте 0.1 Астана. Астана қаласы. Статус полный. Келесі 0.2. Алматы ғой, мен 0.2. Или кім еді Алматы? Алматы қаласы. Полный. 0.3. Ақмола облысы. Ақмола облысы. Төртінші. 0.4 қандай еді ол? Мен есімде жоқ болып тұр 0.4. Ақтөбе, Ақтөбе. Ақтөбе. Ақтөбе облысы. 0.5 Алматы облысы. 0.6. 0.6-ны білесіз ба? Білмейтін. Атырау облысы. Атырау облысы. Атырау облысы сақтау. Осы 6 жарыс бізде вообще жарыс болу үшін кем дегенде минимальный 6 қатысушы болу керек. Сол үшін мен қазір 6 облысты жазып кеттім. Сақтадым. Келесі, мен екінші қадамды жасадым. Үшінші қадам. Біз адамдарды қосу керекпіз. Адамдардың ішінде эксперттерді қосу керекпіз. Давайте эксперттерді қосақ. Competitionның ішінде people. Peopleға басасыздар. Жасылға басасыздар. Мына жақта қазір менде пустой, адам жоқ. Add new person, жаңа адам қосу. Енді фамилияларға жаза берейік. Мысалы, кім? Қазір сіздердің фамилияларыңызды бір қатарласып ашып қояйын. Елдос. Жазайық. Елдос. Жалмағанбетов. Жалмағанбетов. Жынысы ер адам. Мысалы, Алматы қаласы деп таңдайық. Позиция. Эксперт. Графикалық дизайн. Сақтау. И логин пароль. Сіз бұл CIS-ке кірген кезде орысша әріптерді қолданбайсыз. Сіз бұл жерге ағылшынша әріптерді қолданып кіресіз. Сол үшін сіздің атыңызды ағылшынша жазу керекпіз біз. Елдос деп. Елдос. Осылай жазылады ғой, не? Елдос. Елдос. Логинді, парольді да солай Елдос деп жазған дұрыс, себебі адам ұмытып қалуы мүмкін. Бесінші жазасыз. Сақтау.
болды, елдос мырзаны біз қазір базаға енгізіп қойдық эксперт ретінде. Келесі кім бармыз? Фарида Мұхамбетжанова. Мұхамбетжанова. Жынысы әйел адам. Алматы облысы. Ой, бағанағы Алматы қаласы болды Елдос ағай. Қазір Алматы облысын таңдаймыз. Сақтау. Позиция. Мен қазір Елдос ағайдың үстінен жазып тастадым, олай емес. Новыйдан добавить, новый кнопкаға басуға. Елдос Жалмағанбетов. Қайтарып қояйын Алматы қаласын. Сіздікін өзгертпейміз. Болды. Сіз қайтадан Елдос Жалмағанбетов болып сақталып тұр. Новый, добавить нового человека деп басу керек. Соны айтпаппын ғой. Новыйдан басамыз. Сол кезде ол новыйдан шығады. Енді біз Фарида ханымды қоса аламыз. Фарида Мұхамбетжанова. Мұхамбетжанова. Әйел адам. Алматы облысы, сақтау. Бұл кісіні де эксперт ретінде сақтаймыз. Графикалық дизайн сақтау. Енді бұл жерге де Фарида дейік. Фарида. Логин, пароль да Фарида. Эксперт. Администратор қылып жібермеңіздер. А то екі администратор болып конфликт болып қалуы мүмкін. Сол үшін бір администратор болған дұрыс. Келесі қайтадан новыйға басамыз. Анара Қалдыбаевна. Анара Қалдыбаевна. Негізі отчество емес, негізі фамилияны жазып керек болғанбыз. Жақсы, қазір бұл бізде мысал. Бұл ешқай жерге кетпейді, отчет ретінде бір жұмыс істеп кетпейді. Бұл тек қана мысал ретінде. Астана қаласын таңдаймыз. Эксперт, графикалық дизайн сақтау. Анара деп логин пароль жасаймыз. Анара. Сақтау. Пароль да сол, логин да сол. Эксперт. Бұл момент түсінікті ма? Бұл сәтті қалай жасау керек екенін. Просто жасыл кнопкаға басып отырасыз да, новый адам қосу. Мен сіздерге қазір үшінші амалды көрсеттім. Үшінші действие. Төртінші действие. Экспертті қостық. Енді кімді қосу керек? Қалай ойлайсыздар? Экспертіміз қосылып тұр. Енді қатысушы керек қой, жарыс болу үшін участник керек, студент керек. Қайтадан тура сол базадан шықпайсыздар. Жасылға басасыздар. Енді студенттерді, мысалы, Назар, қазір қатысушыны. Жоқ, Назар емес, мысалы, Павел Агапов. Агапов Павел деген бұл жерге ер адамды таңдаймыз. Алматы қаласын таңдаймыз, сақтау. Позиция қайсы болады? Бағана сіздер эксперт деген болдыңыздар. Ендігі қатысушы компетитор болады. Компетитор таңдайсыздар, құзыреттілік, графикалық дизайн. Сақтау. Бұл кісіге логин пароль керек па? Қатысушыға қалай ойлайсыздар? Ему нужен логин пароль. Оған керек емес, ол өзінің балын көрмейді. Ол бал қоймайды. Бұл система тек қана бал қою үшін ғана арналған. Енді қатысушы логика бойынша ол бал қоймайды, значит оған логин пароль толтырылмайды. Значит, бұныкі одан да аз. Эксперттеріне де аз болып тұр ғой. Тағы да бір баланы қосайық, мысалы. Тимур Баймұхамбетов. Ер адам, Алматы облысы, компетитор, графикалық дизайн, сақтау. Біз төртінші амалды сіздермен бірге жасадық. Оп-оңай. Просто бұны білмегеннен кейін адамдарға түсініксіз. Егер өздері қарап, бір жасап шықса, бұдан оңай зат жоқ. CS-тен оңай зат жоқ. Бірақ бұны бір жасап көру керек. Менің видеомда көрген ол бір бөлек. Сіздер 50%-ға ғана түсінесіздер. А когда өздеріңіз кнопкаларға басып, добавить етіп, толтырып, поискіні жасап, бұл программа бір бұзылып қалатын программа емес. Ол сіздердің компьютерларыңызда тұрады. Қалай эксперимент жасайсыздар, солай эксперимент жасап көре беріңіздер. Удалять етесіздер ма, сақтап көресіздер ма, қайттан.
қатысушыны қосыңыздар, мына кнопкалардың бәріне басып басып изучать етіп көріңіздер. Тек қана солай ғана сіздер бұны жетік меңгере аласыздар. Кнопкалардың бәріне системаның каждыйына кіріп шығыңыздар. Competition каждыйына кіріп шығыңыздар. Переводчикпен аударып не екенін. Маркетинг ским. Зато сіздер ертең жарыс уақытында мына администратор не жасап жатқанын түсінесіздер. Бүйтіп жүрмейсіздер да, мына администраторлармен балымды өзгертіп қояды ғой, мыналарға мынау көмектесіп қояды ғой деген. Бұл жерде ондай жасай алмайды. Бұл жерде сіз логин пароліңізді сақтап қоясыз. Сіздің атыңыздан егер біреу бал қоям десе, оған запрещен қоя алмайды. Тек қана сіздің логин пароліңізбен ғана кіру керек. Сол үшін сіз мына логин парольді алдыңыз ғой, сізге талап ашып береді логин пароль. Сол кезде сіздер мына жақта өздеріңіз мына жақта аты жөніңіздің қасында преференс деген болады. Оң жағында. Соған басып парольдарыңызды өзгертіп қойыңыздар. Енді бір ұмытып қалатын пароль емес, бір жеңіл пароль ашып қойыңыздар. Зато оны ешкім білмейді. Сіздер үшін ешкім балға кіре алмайды. Сіз үшін бал қоя алмайды. Администраторлар да сіз үшін қоя алмайтын болады. Ол өте маңызды. Осыны жасап өздеріңіз көріп үйреніп алыңыздар. Мен сіздерге төрт затты көрсеттім қазір CIS-те. Бесінші зат ол бізде өте маңызды зат. Ол маркетинг ским. Бұны мен сіздерге ертең түсіндіремін. Маркетинг ским деген ол осы бағалау критерийін базаға енгізу. Бағалау критерийін енгізудің бірнеше тәсілі бар. Вручную енгізуге болады. Қолмен каждый текстті жазып отыруға болады. Каждыйның балын жеке-жеке жазасыздар. Критерий оценивания кіресіздер. Кімнің есінде кешегі критерий оцениванияда ең бірінші біз не толтырдық? Кіре салдық та құзыреттіліктің атауын толтырдық қой. Елдос аға, сіз болған жоқсыз кеше? Болмай қалдыңыз. Ата сіз айтатын едіңіз. Мен жолда болдым, ескертіп едім ғой. Сіз ең бірінші біз стандарттар толтырғанбыз. Есіңізде, егер видеоны қарап шықсаңыздар, біз кеше критерий оцениванияның 1, 2, 3, 4, 5 деп 5 стандарт толтырғанбыз. Ол 6 болуы мүмкін, 7 болуы мүмкін, 8 болуы мүмкін. Біз 5 кешегі құзыреттілікте. Соны тура сол логика, тура сол порядок бойынша WordSkills маркетинг ским деген критерий оценивания толтырасыздар. Мен ертең көрсетемін оны. Мұқият осылай бағанағы көрсеткендей, шаг за шаг, қадам-қадаммен сіздерге көрсетіп шығамын. Стандарттарды қосасыздар, модульдарды қосасыздар, одан кейін калькуляциясын көресіздер, барлығы дұрыс па, барлығы бір-бірін соғып тұр ма. Одан кейін маркетинг шедул деген бар. Маркетинг шедул деген біз критериялар бәрін енгіздік, бірақ оны біз эксперттермен байланыстыру керекпіз уже. Эксперттерді қостық қой. Мына жақта критерияларды қостық. Енді не істеу керек? Оларды бір-бірімен байланыстыру керек. Өйткені қай эксперт қай модульді бағалайтынын біз оған программаның миына айту керекпіз. Содан кейін ғана ол есептей алады. Соны екі зат ертең критерий оцениванияны қосамыз. Критерий оцениваниямен бүгін жасаған адамдарымызды байланыстырамыз. Осы екі жұмыс, ол енді кішкене бүгінгі жұмысқа қарағанда әлде қайда қиындау. Оғаны кәдімгідей бір сабақ ретінде өтеміз ертең. Сіздерге көрсетемін. Бүгінгі сабағымды обязательно аяғына дейін жасап осыны өздеріңіз компьютерларыңызға жүктеп қойыңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Елдос аға, сізде сұрақ бар ма? Сіз жасап көріп отқан сияқтысыз. Есіме түсіріп жатырмын қайтадан. Бұл жерде сіздер CIS планшет алып келу керек дегенді естідіңіздер ғой барлықтарыңыз. Республикада тек қана планшетпен ғана қолданамыз. Телефонмен кіргізбейді. Телефонның разрешениесі поддерживать етілмейді. Ол жерде ноутбукпен де кіре алмайсыздар. Тек қана планшеттің өзінің 300-де 700 ба, сондай разрешениесі бар. Сомен ғана кіруге, соның браузермен ғана кіргенге. Планшет деген ағылшынша қалай еді? Лаптоптың версияда ғана кіре аласыздар ғой. Оны администратор бізге ограничение қойып тастайды. Мына жерде конфиг деген бар. Конфигтің ішінде кірсеңіздер, жоқ, конфиг емес, системнің ішінде user group бар. User groupқа мына жақта эксперт деген таңдайсыздар. Экспертке барсаңыздар, мына жақта enter marks деген бар. Оцениванияны қалай жасайды?
И мына жақта галочка тұр, көрдіңіздер ма? Assess competitors using tablet. Перевод жасап берейін сіздерге орысшаға. Оценивать конкурентов с помощью планшета. Көрдіңіздер ма? Тек қана планшетпен кіретіндей қылып жасап қояды. Сіздер мына ПК-мен кіре алмайсыздар, ноутбук, телефонмен кіре алмайсыздар. Тек қана планшет. Ол үшін сіздер осы мынаны бір өздеріңіз көріп шығыңыздар. Мына кнопкалардың бәрін басып, систем дегенді басып, соревнованияны басып. Мен енді негізі мен ағылшын тілінде ұсынамын, ағылшын тілінде жұмыс істегендеріңіз дұрыс. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Жаңа планшет туралы деген негізі барлығына хабарлама беріле ме екен, әлде Барлығына берілді, уже 2 жыл болды, соңғы 2 жыл сөйтіп өткізіп жатыр, тек қана планшетпен. өзіміз алып келеміз негізі да планшет? Өздеріңізбен апарасыздар, иә. Оны сіздердің облыстарыңыздың техникалық делегаты қадағалау керек болған. Барлықтарыңызға хабардар еткізіп. Негізі, иә, былтыр бәрі де планшет. Ол енді біреудікін сұрасаңыз болады, бірақ сізге біреу бере ма? Планшетін беріп, ол өзі оценивание жасап жатыр. Елду сағат сосын берейінші дейді да, ол бермей жүреді қашып. Мен өзім оценивание жасап жатырмын деп. Сол үшін колледждің басшылығына айтып, планшетпен қамтамасыз етсеңіздер. Оған любой планшет болады, слабый да болады, жақсысы да болады. Просто оцениванияға керек. Сұрақтарыңыз бар ма, қалған әріптестер? Оны міндетті түрде үйреніп алыңыздар. Демо экзамен кезінде қолданасыздар, қазір қолданасыздар. Біреудің сіздердің аты жөндеріңізбен не жасап жатқанын білу керексіздер ғой сіздер. Сіздер қай системада отқандарыңызды білу керексіздер, қалай оценивание жүріп жатыр. Соның барлығын үйреніп алыңыздар. Мен енді сіздерге бұны установочный түгел беріп қойдым сіздерге. Бұл соңғы версиясы. Мына CIS 5.05. Бұрын сіздер егер Елдосаға есіңізде болса, сіз 4-ші версияны қолдандыңыз. Қазір мына 5-ші версия. Бұда қандай артықшылық бар? Бұл жерде сіз планшетпен қолданамын деп айттым ғой, сіз планшетпен қолданасыз ғой. Сіз бұл жерде тапсырманы суретке түсіре аласыз. Ол не үшін керек? Мысалы, кірпіш қалау деген құзыреттілік бар. Кірпіш қалауды сіз бал қойып шықтыңыз. Одан кейін баланың жұмысын түгел қиратып тастайсыздар. Бірақ келесі күні апелляция болады ғой. Апелляция болған кезде уже не докажешь. Болды, болған жоқ деп спорт етіп, ер адамдар бір-біріне дауыс көтеріп, мен баламда болған, сендер баға қоймапсыңдар деген айқай шу басталады. Сол үшін осы новый CIS 5.05-ті оцениванияға 0 қойыңыздар. 0-ды аласыздар да, именно градусы дұрыс емес пе, мысалы, түсіріп аласыздар. Алдыңыздар, мысалы, суретке түсіріп алыңыздар. Мынаның градусы дұрыс емес, мынаның ұзындығы дұрыс емес деп. Ертең біреу апелляцияда әңгіме айтатын болса, көрсетесіздер. Міне, планшетті қара, мен неге 0 қойғаным осы жерде дәлелдемесе. И болды, уже ешкім даже техникалық делегат барлығы осы жерде уже аргументке қарсы жүре алмайды. Сұрақ, жаңа суретті негізі мына CS-дің базасын сала аламыз ба, әлде тек саласыз ғой. Осы мен қазір компьютермен көрсетіп жатырмын ғой сіздерге. Сіздер планшетпен кірген кезде сделать фотографию деген кнопка пайда болады. Оценку поставить. Комментарий деген бар ғой оценканың қасында. Неге 0 қойғаныңызды жазасыз ғой. Соның қасында суреттің сделать фотографию деген сурет тұрады. Ол жақсы. Соны аласыз да басасыз да суретке түсіре саласыз. Егер жақсы болса, жақсы деп 100% жасаған деп суретке түсіресіз. Зато ертең спор кезінде бір-біріне ренжімейді. Бар ма? Бар. А вот суретке түсірмей, әдейі өткізіп кетіп қалсаңыз, келесі күні уже дау тууы мүмкін. Яғни мен баламның жұмысын түгел. Түсінікті. Тағы да сұрақтарыңыз, әріптестер. Бағана 11 адам отырған кезде скриншот жасадым. Негізі өте аз. Білмеймін ертең қалай сіздердің отчеттарыңызды қабылдайды. Енді сабаққа без проблем қатысқан кісілерге енді күмәнім жоқ. Қалғандарыңыз енді әбден мен мазамды аласыздар, әбден. Мен қатысып едім деп бүйтіп бір сабақ. Сол үшін үздіксіз қатысу керек па сабаққа? Бізде 18 адам ба, 18 адамның барлығы қатысқан дұрыс еді. Енді осы адамдарды қадай отчеттарыңызды есептеймін. Ертең жұма күнге дейін отчеттарыңызды жіберу керек болғансыздар. Маған әзірше бір-ақ адам ғана жіберді. Ертең сертификаттарыңызды ала алмай, облыстарыңызда сіздерге ұрсып, қашан сертификаттарыңызды аламыз десеңіздер, маған ренжімеңіздер. Отчеттарыңыз болмай, мен сіздерге сертификат бере алмаймыз.
Хорошо? Суббота күні каждыйларыңыздың жұмыстарыңызды тексерем, звондаймын каждыйларыңызға. Сол кезде енді байланыста болыңыз. Жақсы, енді осыға сұрағыңыз бар ма? Тағы да басқа әріптестер сұрақ. Болмаса сіздерге қазір бүгінгі сабағымның скриншоттарын, видеоларын бәрін жіберем. Қарап, бір жасап шығыңыздар. Қосылғандарыңызға рахмет. Ертең енді толық қатысамыз деп ойлаймын. Барлықтарыңыз. Өздеріңіздің колледждің әріптестеріңізге әлі жеткізсеңіздер. Сол тренер мырза осылай қоймай жатыр, сертификат ертең ала алмайсыздар деп айтып жатыр деп жеткізсеңіз бір-бірлеріңізге. Жұма күні барлығымыз 18 адам қатысайық. Жақсы, рахмет қатысып, уақыттарыңызды бөліп кіргендеріңізге. Ертең бағана айтқан критерий оцениванияны эксперттермен байланыстырамыз. Ең маңыздысы сол күні болады, ертеңгі күні. Соны мұқият үйреніңіздер. Сейіс сіздерге жеңіл болады. Рахмет. Сұрақтарыңыз WhatsApp-қа қойсаңыздар болады. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз.